Так, прямой эфирдің сәл сеть нашарлау сияқты. Но все-таки. Окей. Алғашқы адамдар кетті. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Менің даусым жақсы естіліп тұр ма? Камера қалай істеп тұр? Кері байланыс беріп жіберсеңіздер. Қазір Нархоз университеті қосылғаннан кейін біз уже өзіміздің прямой эфирімізді бастаймыз. Так, уже 50 адам болдық. Надеюсь, бүгін 100 адамға жетеміз, 100 адам боламыз. Қалыңыз қалай дейді, саламатсыз ба? Қалым керемет. Өздеріңіз қалай? Не істеп жатсыздар? Шалқар 637 прямой эфирге шыққысы келіп отыр екен менімен бірге. Өкінішке орай, қазір сізбен бірге шыға алмаймын. Қазір Нархоз университетімен бірге шығуым керек. Не туралы айтылады дейді. Біз білесіздер ғой, өзіміздің курсымызға қатысқан оқушылардың арасында 7 грант ұйымдастырып жатырық. Сол 7 гранттың 2-ін именно Нархоз университеті береді. Сол Нархоз университетін қазір прямой эфирге шақырдық біз. Бізге қонақ ретінде олар өздерінің университеттері туралы айтылатын болады. Артықшылықтары, және де вообще қанша ішкі гранттар бар. Осы туралы Нархоз университетімен бірге сөйлесетін боламыз. Қазір Нархоз университеті нені өшіртсем, комментарий өшіртсем. 10 сынып оқитын балаға дайындала берген дұрыс па? Әрине дұрыс. Біз осыда қостық. Мен қазір комментарий өшіртпейін. Саламатсыз ба, мен бірінші өзімді таныстырып кетейін. Прямой эфир не туралы болатынын айтайын, одан кейін сіз өзіңізді таныстырып кетесіз. Есімім Абат, осы Жоо KZ-тің маркетолог болам. Бүгінгі прямой эфиріміз ол Нархоз университетімен бірге. Нархоз университетімен бірге, себебі біздің курсымызға тіркелген адамдардың ішінен біз маусым 5 маусым күні 7 оқушыға грант береміз. Ішкі грант, университеттердің ішкі гранттары. Вот сол именно 2 ішкі грантты Нархоз университеті береді. Нархоз университетімен қазір толықтай танысатын боламыз. Именно не үшін осы прямой эфирді көріп отқан оқушылар 10 жас, 11 жас Нархоз университетінде оқу керек. Сол сұраққа толық жауап алатын боламыз. Сіз өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Менің есімім Ерасыл. Мен Нархоз университетінің өкілімін. Бүгін сіздерге Нархоз университетін таныстырып, сіздердің кез келген сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Керемет. Ерасыл, сіз Нархоз университетін бітірдіңіз ба, или оқып жатсыз ба, қалай? Жоқ, қазіргі таңда мен университеттің өзінде студентпін, активист студент, және де бізде университет көптеген бізге возможность бергендіктен біз оны қолданып, осылай сіздермен қазір консультация өткіземіз. Күшті, даусыңыз күшті екен, ана киноның актерлары сияқты. Случайно киноға түскен жоқсыз ба? Жоқ, әзірге жоқ. Жақсы. Енді Ерасыл, бүгін прямой эфирдің мақсаты осы сіздермен жасап отқан оқушыларға дәлелдеу керек бізге, или сіздің миссияңыз қазір осы прямой эфир бойынша ол Нархоз университетінде осыны көріп отқан оқушылар, 11 класс оқушылары не үшін оқу керек деген сұраққа жауап беретін боласыз. Енді қазірден бастап уже Нархоз университетін осы сұраққа жауап берсеңіз болады. Сіздер дайын болсаңыздар, біз дайынбыз, бастайық. Жалпы Нархоз университетінде қанша мамандық бойынша факультеттер бар, қандай факультеттер бар, қалай оқытады, ең үздік, қай сала бойынша ең үздік, сол бойынша айтып кетсеңіз. Қазіргі таңда Нархоз университетінде факультет деген ұғым жоқ. Қазіргі таңда Нархоз біздің университетімізде нақты мектептерге бөлінген, ол кәсіби мектептер бакалавр студенттеріне кәсіби түрде білім береді. Олар біздің университетте 3, ол біріншісі экономика және менеджмент мектебі, екіншісі ол құқық және әлеуметтік ғылымдар мектебі, және үшіншісі ол цифрлық технологиялар мектебі. Олар әрқайсысы
узкий направленный және де өзінің кәсіби түрде ғана білім бағдарламасын береді. Демек, былай істейік, 11-ші сыныптың оқушысы там былай мектеп деген қатты түсінбейді да. Біз сондықтан оқушыға сәл түсінікті тілде жеткізуге тырысайық. Мысалы үшін нархоз университетінде бітіргеннен кейін мына мамандықтарда жұмыс істей алады деген сияқты. Көбінесе сіздер енді экономика, бизнесқа баратын салалар бойынша танымалсыздар ғой. Вот именно сіздің университетіңіз бітірген оқушылар көбінесе қай мамандықтар бойынша жалғастырады өзінің өмірін? Біздің университетімізде негізі барлық басқа Қазақстан жоғары оқу орындарындағы барлық мамандықтар бірақ соның өзінде де нархоз өзі экономический университет болғандықтан ол жақта әрине финансы, салық және аудит, экономика деген сияқты мамандықтар басым болып келеді. Демек, банкта жұмыс істей алады, бухгалтер болып жұмыс істей алады, одан кейін экономист болып жұмыс істейді. Жалпы ақшаның қасында жүретін мамандықтар ғой көбінесе. Және де екінші курстан бастап, мысалы, бірінші курс студенті финансы мамандығына түссе, екінші курстан бастап ол майнер бағдарламасын қабылдап, және де қосымша екінші мамандықты алып оқуы мүмкін. Мысалы, финансы және құқық мамандығын алса, ол сөйтіп екі білім ала алады. Түсінікті. Демек, сіздерде университет 4 жылдың ішінде бакалавриатта 2 диплом алуға мүмкіндік бар, е? Екі диплом емес, ол қосымша диплом болып сертификат беріледі. Демек, 2 диплом емес, да? Вообще 2 диплом алатын мүмкіндік бар ма сіздерде? 2 диплом алатын мүмкіндік бар. Ол тек қана Қазақстанның университеттерімен емес, басқа да шетелдің университеттерімен білім алып, 2 дипломды 4 жылда алып шығу мүмкіндігі әрине бар. Ол туралы толық ақпаратты нархоздың сайтынан алсаңыздар болады. Жақсы. Сіз білесіз бе өзіңіз негізі қандай шетелдік университеттермен немесе қандай шетелдік елдермен бірге сіздерде жалпы не бар? Қарым-қатынас бар? Қай шетелдік университеттерге өз студенттеріңізді жібересіздер? Әрине, нархоз университеті 21 елдің 60 университетімен қазіргі таңда серіктестік орнатты. Ол 60 университетке нархоз университетінің студенттері бір семестрге немесе бір академиялық жылға тегін білім алуға мүмкіндігі бар. Ол жақта тек қана мемлекеттік гранттан бөлек университет басқа да шетелдік университеттерге баруға гранттар беріледі. Оған мысалы Erasmus+, университеттің өзінің Эрнст Бах, Абай Верн және Mitsubishi гранттары және де Болат Өтеміратовтың гранттары беріледі. Ол гранттар тек қана сізді шетелге жібере қоймай, одан бөлек сіздердің, мысалы Erasmus+ грантын айтатын болсақ, ол сіздердің ұшып баруыңыз, тұруыңыз, күнделікті тамағыңызға және өзіңіздің керекті заттарға жұмсайтын ақшаңызды жауып төлеп береді. Вообще круто тогда. Сонда оқушы 3-ші курста ма, 4-ші курста ма қашан бара алады ол? Ол мысалы қазір 2-ші курстың 1-ші семестрынан үлгерімі жақсы болса, ол бара бере алады. 2-ші курстан бастап уже барып келе алады. 1-ші семестрынан бара алады. Ол барлық студент өзіне байланысты. Вообще круто тогда. Қандай мемлекеттердің аттарын айта аласыз ба? Ол мысалы СНГ-ны айтатын болсақ, ол Грузия, Россия, Қырғызстан, Өзбекстан, ал Европаға келетін болсақ, барлығын қызықтыратын ол Италия, Испания, Венгрия, Австрия, Франция, Германия, және де одан бөлек біз Азияға жібереміз, ол Сингапур, Корея деген сияқты мемлекеттерге де біздің серіктес мемлекеттер болып табылады. Круто. Сонда ана жаққа бір академиялық жылға барып келеді да, зато 4 курсты бітірген кезде уже нархоздың дипломы болады, сосын ана университеттің дипломы болады да ода. Вообще круто тогда. Жалпы университеттің ыңғайлығы жағында қандай? Бағана ауылдарда тұратын немесе Қазақстанның басқа қалаларынан келетін оқушыларға жатақхана бар ма? Қандай ыңғайлылықтар қалыптасқан, құрылған сіздерде? Қазіргі таңда нархоз университетінің 3 жатақханасы бар. Ол университеттен дәл қасында 5 минуттық жаяу жүріп жетуге болады. Ол жатақханаларға басқа қалалардан да келіп тұруға болады, және де Алматыда осы жақын жерде тұрып студенттік өмірдің бал дәмін татқысы келетін студенттер болады. Өзінің
өзін көргісі келіп, студенттік өмір қалай болатын, олардың барлығына ондай мүмкіндік беріледі. Және де жатақханалар қазір стандарттарға байланысты жабдықталған. Ол жақта жататын бөлмелерден бөлек компьютерлік комнаталар бар, спорт зал, ас үйі, асхана және де күнделікті керек жабдықтардың бәрімен жабдықталған. Жатақхана айына қанша төлеу керек, әлде грантта оқитындарға тегін деген сияқты нәрселер бар ма? Мысалы, бізде Болат Утемуратовтың стипендиясын ұтса, оған жатақхана тегін беріледі. Ал одан бөлек жатақхана әрине ол льготы бар, және де одан бөлек ол ақылы түрде беріледі. Ол толық жыл сайын әртүрлі болғандықтан мен сізге қазір нақты бағасын айта алмаймын. Бірақ сол 20 мыңның көлемінде. Айына 20 мың теңгенің көлемінде, да? Соның көлемінде, оны толық сайттан нақтысын білсеңіздер болады. Түсінікті. Жалпы университеттің өзінің, кейбір университеттерде шектік балл деген түсінік болады. Мысалы үшін, жалпы грант саны ол мамандыққа беріледі оған. Ал кейбір университеттер бар, который университеттің өзіне арнайы гранттар бөлінеді. Сол сияқты нархозда сондай привилегия бар ма? Мысалы үшін, өткенде Казгу университеті айтты, определен бір мамандықтарға 65-тен төмен алған оқушыларды қабылдамаймыз, 70-тен төмен алған оқушыларды қабылдамаймыз. Нархоз университетінде сондай бір шектік балдар бар ма, определен мамандықтарға? Ол жиынды өтпелі балдар деген сияқты ұғым жоқ, бірақ мысалы студент өтпелі балды жинай алмаса, нархоз оған оқуды табыстай алады. Мысалы, ол студент ұбт-дан өтпелі балды жинамады, ол бүкіл документтер мен құжаттарын жинап бізге келеді. Біз онымен шартқа отырсамыз, шарт бойынша ол бірінші курстың соңына дейін оқуын тамамдаған, бірінші курстың оқуын тамамдағанға дейін ұбт-ны тапсырып, сөйтіп ары қарай оқуын екінші курстан жалғастыра беріле алады. Бұның біздің жасалу себебі, өйткені мысалы өтпелі балды жинай алмай қалсан, бір жыл құр бос кетпеу үшін сондай біз возможность береміз. Сонда мысалы өтпелі балл, яғни мысалы 50 балды жинай алмай қалды да оқушы, мысалы үшін 43 балл қалды деп есептейікші. 43 балл қалды, и нархозға келеді айтады, вот мен келесі жылы тағы да ұбт тапсырамын, бір жыл сіздерде оқи тұрайын, на платной основе, да? Ақылы түрде, ақылы түрде. Ақылы түрде бір жыл оқи тұрады да, потом келесі жылы ұбт тапсырады, ұбт-дан 50-ден асырып жинап берсе, дальше сіздерде оқи береді, ал егер жинай алмаса уже шығып кетеді, да? Ол екінші курстан жалғастыра береді өткен кезде. Круто. Вообще сіздерде жалпы грантқа түспей қалған оқушы, ақылы түрде оқып жатқан оқушы жылына қанша теңге төлейді? 900 мың теңгенің көлемінде. Және грантқа келетін болсақ, Нархоз университетінің мысалы биылғы жылы жартысынан көбі түскен түлектердің жартысынан көбі мемлекеттік грантта оқып білім алады. Және Нархоз университетінде одан бөлек қазіргі кезде өздеріңіз де білесіздер, кейбір университеттерге мемлекет толыққанды бірдей бөлмейді. Соған байланысты Нархоз университетінде HR және бизнесті жоспарлау және құқық бағдарламалар бойынша гранттар көбірек беріледі. Түсінікті. Университеттің ішіндегі жалпы оқушыға студенттік өмір кезінде, яғни бір университетте 4 жыл өмірін арнайды да. Оған оқудан да бөлек студенттік өмір маңызды, студенческая жизнь дейді. Әрине. Сол нәрсеге не нәрселер қарастырылған? Арнайы бір ұйымдар бар ма студенттік өмір күшті өту үшін? Или басқа бір бағдарламалар бар ма? Сол туралы айтып кетсеңіз. Әрине, Нархоз университетінде бұл өте жоғары дамыған, себебі біздің университетте көптеген клубтар бар, олар әр баланың өзінің қызығуына байланысты, мысалы дебаты болса дебаты бар, және де спорттық ұйымдар көптеген, тауға серуендеушілер болса, сол сияқты көптеген клубтар бар. Одан бөлек Нархоз университетінде жыл сайын жыл студенті деген номинацияда ақшалай және немесе университеттің оқу жылына скидка берілетін конкурс өткізіледі. Сол себепті әр активист өзіне не ақшалай сыйлық, не оқуына скидка ала алады. Одан бөлек Нархоз университеті негізінде спортқа өте жақсы қарайды.
Спорттық клубтарға мысалы сіз кірсеңіз, сіз дене шынықтыру сабағына қатыспай, сол спорт клубта тұрып, және спорт клубта жаттығу жасап жүріп, ол командасына кірсеңіз, университет сізге скидка немесе грант беруге дайын. Сіз өзіңізге ұнайтын спортпен айналысып-ақ, скидка немесе грант ұтып ала аласыздар. Сіз өзіңіз қай ұйымда қатысып жүрсіз? Мысалы, бізде нархоз прайд командасын, баскетбол командасына кірсеңіз, бізде грант немесе скидка ұтып алуға өте үлкен мүмкіндіктеріңіз бар. Жай ғана спортпен айналысып жүріп, және оқу үлгеріміңіз жоғары болу керек, жақсы болу керек. Жоқ, өзіңіз Ерасыл, сіз студентсіз ғой әлі. Өзіңіз қай ұйымға қатысып жүрсіз? Мысалы, мен қазір студенттік сенаттамын, студенттік самоуправление. Біз мысалы студенттердің жағдайларын шешеміз, олардың предложенияларын қабылдап, оны біз студент деканатқа хабарлап, сөйтіп арасындағы өтпелі көпір сияқты жұмыс істейміз. Сіз сол жалпы ұйымда барсыз, иә? Жалпы басқа нархоз университетін бітіргеннен кейін сіздерді бітірген түлектер көбінесе қандай компанияларда жұмыс істейді? Жалпы жыл сайын бітіретін түлектердің жұмысқа орналасу проценті қанша? Бізде жұмыспен қамту деңгейі өте жоғары, себебі біздің университетімізде екінші курстан бастап центр карьеры деген центріміз бар. Ол бізді арнайы практикаға жібереді, және мысалы біз екінші курста оқып жүріп, біз міндетті түрде өзіміздің мамандығымыз бойынша практика өтуіміз тиіс. Сол себепті біз студент болып жүріп, опытты жинай береміз. Одан бөлек біздің серіктестеріміз, ол мысалы Болат Өтемұратов деген сияқты солардың компанияларына бара аламыз. Форте, Верный Капитал, Билайн деген сияқты көптеген компаниялармен серіктес. Қазір осы жалпы Инстаграмда немесе басқа әлеуметтік желілерде атақты бір адамдардың аттарын айта аласыз ба? Міне мына адам нархоз университетін бітірген деп. Иә, Болат Өтемұратов мысалы. Ол кім? Болат Өтемұратов ол нархоз университетін бітірген, қазіргі белгілі бизнесмен. Ол мысалы бізде нархозда қазір ол кісінің фонды бар. Ол бізде жыл сайын өзінің грантын береді. Ол 5 студент ұтып ала алады ол грантты. Ол грант бойынша ол студент ай сайын 60.000 теңге түрінде стипендия алады. Одан бөлек оны жазда Лондонға жаздық мектепке жібереді. Және оқуын бітіргеннен кейін, 4 жылды оқып бітіргеннен кейін ол отработка жасамайды. Ол грант бойынша отработка жасамайды, бірақ оның қалауы бойынша Болат Өтемұратовтың компаниясына барып, сол жақта жұмыс істей алады. Круто. Басқа Болат Өтемұратовтан басқа? Одан басқа сұрақ қандай болған еді, мен ұмытып қалдым кішкентай. Жалпы нархозды бітірген танымал адамдардың аттарын айта аласыз? Ильяс Жапаров, мысалы қазіргі әйгілі Вайнер, КВНщик деген сияқты. Ютубта өзінің проектісі бар еді? Иә, сол нархозда ол көп уақыт нархозда жүреді. Сол себепті біз нархоз студенттер онымен тілдесе алып, одан оның опыты туралы да сұрай бере аламыз. Жақсы. Енді жалпы осы нархоз университеті бізге 2 ішкі грант беріп жатыр. Иә. Сол сізге қызық шығар. Біз оны кімге берген деп жатырмыз, қандай оқушыларға береміз. Мен соны кішкене айта кетейін. Жалпы нархоз университеті ЖО-КЗ, яғни біздің опыты дайындық курсымызға сенгендіктен біздің оқушыларымыздың арасында айтты, осы 2 ішкі грантты сіздердің оқушылардың арасында таратып беріңіздер деді. Енді біз шешім қабылдадық. Ертең, яғни 20 наурызға дейін тіркелген оқушылардың арасында біз 2 грантты, нархоздың 2 грантын үлестіріп береміз. Біздің курсқа қатысып, күніге үй жұмысын, класс жұмысын, тесттарды орындап, ертең 1 июньға дейін, яғни 1 маусымға дейін, сіз 50 жұлдыз жинап үлгеруіңіз керек. Сол 50 жұлдыз жинаған оқушылардың арасының бүкілінде сол нархоздың 1 грантын, 1 ішкі грантын ұтып алатын мүмкіндік болады 2 балада. Сондықтан біздің курсымызға қатысыңыздар дейміз. Енді Ерасыл, мен қазір комментарийді ашайын. Мына жақта бізде почти 80 оқушы қарап отыр.
солар өзінің сұрақтарын жазсын комментарийге, и арасында нелерін мен сізге айтып отырамын, сіз жауап берсеңіз соларға. Жарайды, одан бөлек тағы айта кететін жайт, мысалы, ол көбінесе ұлдарға қызық, мысалы, маған да нархоз университеті сол жағынан бір үлкен плюс болды. Ол бізде военный кафедра бар. Ол военный кафедраға түссем де, нархоз университеті ол өзінің студенттеріне грант бере алады, военный кафедраға да. Ол үшін сіздер тесттан өту керексіздер. Бірінші сол медициналық куәландыру, екіншісі сол кәсіби психологиялық тест, үшіншісі ол физподготовка, және төртіншісі ол әрине үлгерімін жақсы болу керек. Соның арқасында сіз 2 жылдың ішінде сержант в запасе немесе лейтенант в запасе шенін алып шыға аласыз. Бұл ұлдарға өте жақсы деп ойлаймын, сол себепті бұны құлақ асқан жөн. Түсінікті, өте жақсы. Ұлдарға керемет мүмкіндік деп ойлаймын. Және одан бөлек қазір нархоз челлендж конкурсы өтіп жатыр, ол біздің ішкі грантымыз. Сол грантты сіздер 29-на дейін әлі заявка берулеріңізге уақыттарыңыз бар. Сәлеметсіз бе, грант ұтып алу үшін қанша балл жинау керек дейді. Жалпы біз ойнатып жатқан нархоздың ішкі грантын ұтып алу үшін сізде біздің курсымызға қатысуыңыз керек. Біздің курсымыздан 50 жұлдыз жинауыңыз керек. Потом ұбт-дан 50 балл жинасаңыз жеткілікті. Data Science мамандығы бар ма дейді сіздерде? Әрине бар, ол мамандық, ол бізде цифрлық технология мектебінде орналасқан. Сіздерде биология, география пәндерінде мамандықтар бар ма дейді? Ол қандай мамандықтар болады сонда? Ол психология мамандығы, бастауышта оқыту мамандығы, дефектология, логопед мамандықтар бар ма сіздерде? Осы жылдан бастап бізде нархоз университетінде, мысалы, осы жылы жаңадан психология мамандығы ашылды. Сол себепті бізде психология мамандығы бар. Міне түсуге болады екен. Максимум неше балл керек дейді. Құрметті оқушылар, мен комментарийді қазір 5 минутқа ғана аштым. Сол 5 минуттың ішінде сұрақтарыңыз бар болса, жауап қойып үлгеріңіздер, біз жауап берейік. Медицина жоқ шығар сіздерде, иә? Медицина мамандығы бізде өкінішке орай жоқ. IT мамандық. IT бар ма сіздерде? IT мамандық бар, ол алдыда айтып өткендей, цифрлық технологиялық мектебінде бізде IT специалисттер өте көп, түсе берсеңіздер болады. Ол туралы толық ақпарат алғыларыңыз келсе, нархоз сайтында қарасаңыздар болады. Мына нархоз челлендж қанша турдан тұрады дейді? Нархоз челлендж ол 3 турдан тұрады. Бірінші, ол сіздер нархоз челленджға қазір 29-на дейін регистрациядан өтесіздер, сол жақта өздеріңіз туралы ақпараттарды белгілейсіздер, содан кейін сол ақпараттар бойынша біз сіздерге хабарласып, қанша турдан және қалай өтетінін бәрін мәлімдейміз. Нәште, сіздерде бухгалтерия мамандығына қандай пәндер дайындалу керек? Жалпы бухгалтер мамандығына түсу үшін 2 пәннен дайындаласыз. 2 таңдау пәні болады, то есть математика, география. Осын жаттап алыңыздар, ол әр университетке әртүрлі емес, ол Қазақстанда жалпы бір. Колледжден соң грантқа түсуге мүмкіндік бар ма? Жалпы сіздерде қарастырылған ба осы колледжде, мысалы үшін экономистті бітіріп, кейін сіздердің нархоз университетіне түскен кезде қай курстан жалғастырады, сол экономист мамандығын дәріс жалғастыру үшін? Әрине ол қарастырылған, колледжден кейін бізге түссе, ол біздің университетімізде қашықтықтан оқуы мүмкін, ол 3 жыл болады, және де ол грантқа түсу мүмкіндігі бар. Екінші курстан жалғастырады? Мұнаяқта жоқ, бірінші курстан да болады, ол жағдайға байланысты, ол индивидуально қарастырылады. Окей, жақсы. Енді мынаяқта ең көп сұрақтар енді мына мамандыққа түсу үшін қанша балл жинау керек, анау-мынау деген ол ақпараттың бүкілі тегін біздің приложениемізде бар. Жалпы JO.kz приложениесін Play Market немесе App Store'дан жүктеп алыңыздар. Соның ішінде жалпы қандай мамандыққа түсу үшін қанша балл керек, соның бәрі соның ішінде тұр. Ерасыл, жалпы сізге үлкен рахмет прямой эфирге келгеніңізге. Жалпы сіз уже сізбен қоштассақ болады. Мен ары қарай уже біздің подписчиктерімізге бағана конкурс ұйымдастырып, соның нәтижесін айтайын.
Сау болыңыз, келе көріскенше. Аха, рахмет. Оқушылар, осы жаңа нархоз университеті туралы жалпы көптеген сұрақтар қойдым. Көптеген сұрақтарға жауап берді. Мына сол сұрақтарды қайта қойып жатқан оқушылар бар екен. Сондықтан осы прямой эфир сақталады. Осы прямой эфир сақталғаннан кейін сіз қазір жарты сағаттан кейін қайтадан басынан бір рет көріп шығуға мүмкіндік болады. Сондықтан қайтадан басынан бір рет көріп шығыңыздар. Мүмкін кейбір нәрселерді жіберіп алған шығарсыздар. Бір сұрақтарды қайталай бермеңіздер. Енді біз қазір екі конкурс ұйымдастырған екен. Соңғы постымыздың астында мен қазір экранды неге қарай қаратайын. Біздің Instagram парақшамыздағы мына посттың астында біз конкурс ұйымдастырған едік. Конкурстың шарты қандай? Конкурстың шарты ол жалпы ЖО-ке байланысты бір слоган ойлап табу. Ең креативный слоганға біз ұбт курсымызды тегін береміз деген едік. Жалпы мынаның астына қателеспесем қазір 408 комментарий жазылыпты, примерно. 408 комментарий біз оқып шықтық, бірақ бізге ішінде ұнағандары өте аз болды. Себебі көбісі бір слоганды қайталап жаза берген. Ол қандай слогандар? Именно арманға байланысты, мақсатқа байланысты, болашаққа байланысты. Осы үш сөзді қайталап слоган құрастыра бергендер өте көп. Біз сториске де айттық, ол үш сөзді қолданбай бір басқа слоган ойлап табыңыздар. Себебі біз қарайтын ең бірінші критерий ол сіздердің креативтіліктеріңіз. Ал креативтілік деген не? Креативтілік деген ол өзгеше деген сөз. Яғни бұған дейін айтылмаған жаңа бір сөз, бір слоган күттік біздер, бірақ өкінішке орай ондайлар өте аз болды. Бірақ сонда да осы 400 комментарийдің ішінен біз бір төртеуін белгілеп алдық, ерекше деген өзімізге. Мен соларды сіздерге көрсетейін. Міне, Алим Қожаев 1 деген аккаунтта ЖО әрқашан сенімен бірге дейді. Ну, так себе. ЖО-КЗ білім мен сапа біздің стиль дейді. Одан кейін Сәрсенбаева деген ЖО-КЗ мықтылардың мекені дейді. Сәрсенбаева екінші несі ЖО-КЗ сенің сенімді серігің деп 3 сыдан осындай слоган құрастырды. Жалпы оқушылар, жалпы сіздерге бір кішігірім лайфхак айтайын. Келесі жолы бұндай бір креативтілікке байланысты комментарий жазу керек болған болса, онда жалпы сіздің алдыңызда қанша адам комментарий жазып кетті, қанша адам слоган жазып кетті, соларды бір оқып шығып алыңыздар. Ең бірінші шарты ол сіздерге де на будущее. Одан кейін сол нәрселерге ұқсамайтын бір нәрсе жазуға тырысыңыздар. Креативтілік деген сол, оның алдында қайталанбаған, оның алдында естілмеген бір жаңа бір нәрсе. Слогандардың 90% сенің арманың, ЖО-КЗ сенің арманға жеткізеді. ЖО-КЗ болашаққа мықты қадам. Ол 3 слоган, болашақ, мақсат, арман деген сөз, ол біздің уже 10 жылдан бері естіп жатқан сөздеріміз, ол біздің слоган бола алмайды, естественно. Сондықтан бізге ұнайтын слоган таппағаннан кейін мен кешкі сағат 9-да сториске саламын кімнің ұтқанын.
Сосын кеше біз тағы бір конкурс ұйымдастырған едік. Ол конкурстың астында не деп жазу керек еді? Аха. Біз мына пост салған едік, естеріңізде болса. Иманбек туралы. Осы Иманбек туралы посттың астында елестет, сен атақты адамсың, және де қандай салада атақты болдың. Сол туралы бір кішігірім мәтін жаз деген едік комментарийге. Ол жерде де примерно бір 50 шақты комментарий жазған екен. Біз кеш сағат 9-да сториске кімнің ұбт курсын тегін алғаны туралы айтатын боламыз. Сондықтан кеш сағат 9-да стористен біле аласыздар. Сіздермен келесі жолы кездескенше қоштасамын. Sizlere sağlıklı.